Каспий Pay мобильді қосымшасында аударым, салық сервисіне өтіңіз. ЖК ретінде өзім үшін деп басып, өзіңіздің салық режиміңізді таңдаңыз. Экранда салық төленуі тиіс ай көрсетіледі. Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша алдыңғы ай үшін салықты ағымдағы айдың 25-не дейін төлеу керек. Мысалы, наурыз айы үшін сәуірдің 25-не дейін. Қажет болса, кезеңді өзгертуге болады. Егер сіз әлеуметтік мәртебесі бойынша аударымдарды төлеуден босатылсаңыз, жеңілдікті пайдаланыңыз. Салық сомасын көрсетіңіз, әр жолда есептеу үшін кеңестерді пайдаланыңыз. Міндетті зейнетақы жарналары кемінде бір ең төменгі жалақының 10%. Әлеуметтік аударымдар кемінде бір ең төменгі жалақының 3,5%. Кіріс болмаған айда зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды төлеу міндетті емес. Кіріс болмаса да медициналық сақтандыру жарналары ай сайын төленуі керек. Сома автоматты түрде көрсетіледі. Аударым сомасы толтырылғаннан кейін төлемді растаңыз. ЖК үшін салық төленді. Түбіртекті аударым тарих сервисінен көруге болады.